Жігіттердің арманы Zikr 001. Бұл шынайы обзор. Ендеше кеттік. Премиалды қытайлық электрокар бойында 544 аттың күші бар. 100-ге дейінгі айналымы 3,8 секундта жетеді. Жалпы бұл көліктің арғы тегі Geely көлігі. Содан кейін Zikr 001 шықты. Осындай аз уақыттың арасында Гиннес рекордына 2 дүркін жазылып қабылданған. Ол бізде дрифт арқылы 207 км/сағатына жылдамдықпен көлікпен айналған. Бұл да бір үлкен нәтиже. Негізгі жарықтар капотында, ал негізгі шамдар бамперде орналасқан. Даладағы жарыққа байланысты өзі автоматты түрде жарықтың түсін қадағалайтын болады. Артқы шамдар бөлек емес, бір линиямен жасалған. Көлікте жалпы 13 камера бар. Автопилот, тұраққа қою және де 360 градус бақылау. Оған қоса іште де 2 камера бар. Оның бірі бұл жердегі кішігірім Face ID камерасы. Бұл камера 10-ға жуық адамды есіне сақтай алады және де көлік иесі сол адамдарға басқару қызметін бере алады. Ішкі салон батыстың премиалды брендтерінен қалсар емес, Алькантара және де қымбат наппа кожа комфорт сыйлайды. Ал енді минустарына келетін болсақ, орындықтарын бұрынғыша классикалық түрде батырмамен қозғау қажет. Ішкі салонда массаж бар, алыс жолға шыққанда таптырмас дүние. Тағы бір айта кететін жайт, бұл көлік жайлы, минусы деп те айтуға болады. Жалпы бұл Zikr 001 автокөліктері жылы климатқа арналған суық мезгілде жүруге, менің ойымша 50-50 сияқты. Көріп тұрғандарыңыздай терезелерінде рамка жоқ. Қысты күні суық аяздарда бұл қатып есікті аша алмай қалуларыңыз мүмкін. Бұл да бір қиындық тудырады. Осымен достар, хейт пен хайпқа толы Zikr 001 автокөлігіне обзор аяқталды. Алдағы уақытта мен шынайы қытайлық автокөліктерге обзор жасайтын боламын.